Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен фрикадельки қосылған киш рецептісімен бөлісемін. Бізге керегі 300 грамм ұн, 180 грамм сары май, 1 жұмыртқа, шымшым, тұз, песочный қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды табаға жайғастырамыз. Дәл видеодағыдай. Фрикаделькиімізді майға қуырып аламыз. Менде дайын полуфабрикат. Брокколи мен помидорымызды кесіп қоямыз. 2 жұмыртқа, 250 грамм дүкен қаймағы, менде президент, және 2 зубчик чеснок, сарымсақ қосамыз. Барлығын араластырамыз. Барлық салмасын әдемілеп орналастырып шығамыз видеодағыдай, және қаймақты қоспамызды құямыз. Бетіне сыр себеміз. Духовкада 180 градуста 45-50 минут пісіреміз. Именно вниз деген жеріне қоямын. Сол кезде асты күшті болып пісіп шығады. Кішкене суығаннан соң дастарханға ұсыныңыз. Сіздермен болған Бибінұр Хамитқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Егер рецепт ұнаса, пальчикті жоғары қарай көтеріп, маған қолдау білдіріп жіберіңіз. Сау болыңыз.